Саламатсыздар. Апа, көмектесейік. Жарайды, жақсы, рахмет. Қайда барасыз? Қайда шықтыңыз апа? Көшіп жатыр едім. Қазір машина шақырғам кеп қалар. Нұрсұлтан, сен қайда көшіп жатсың? Мен басқа үйге көшіп жатырмын. Нұрсұлтан балам, бұл балаларды қайдан танисың? Бұлар менің достарым, екеуі де Нұрсұлтан. Солай ма? Нұреке, апай, міне қызық. Біздің де есіміміз Нұрсұлтан. Шынымен бе? Мен көшкенде қызық болды. Кілең Нұрсұлтандар жиналып қалыпты ғой. Алма менің баламен аттас Нұрсұлтан екенсіңдер. Елдің жүгін арқалайтын азамат болыңдар. Өркендерің өссін. Енді жаңа қонысыма шақырам өздеріңді барлықтарыңда. Ал жақсы сау болыңдар төбеттеріңе. Қазақ ежелден ұрпағына ең жақсы, мағыналы есімді таңдап, азан шақырып, ат қоятын ұлт. Сол арқылы баланың болашағы жарқын, келешегі кемел болсын деп ырымдайды. Еліміз тәуелсіздік алған жылы туған балаларға ата-анасы жаппай Нұрсұлтан есімін қойғаны есімізде. Қазірде тұңғыш президентіміздің құрметін арнап, баласына атын берген отандастарымыздың саны артып, кішкентай Нұрсұлтандар көбейіп келеді. Нұрсұлтан атам ел басып парасатты, ел жеріне тер төкті қанағатты, ел басында еңбек қор болсыншы деп, атам қойған ырымда босатты. Нұрсұлтан, қазақтың нұр, сәуле, шуақ және араптың сүлте, билеуші деген сөздерінің бірігуінен құралған есім. Құдайдың нұры түскен билеуші, құзырлы сұлтан деген мағына береді. Елбасымыз өмірге келгенде әжесі Мырзабала, менің сүйікті немерем екі бірде есімді алып жүрсін, оның аты Нұрсұлтан болсын дейді. 1991 жылдың 16 желтоқсанынан қазірге дейін шамамен 35 мың адамға Нұрсұлтан есімі беріліпті. Бұл тұрғыда ата-аналардың да айтары бар. Біздің де баламыздың аты Нұрсұлтан, атасы мен әжесі ырымдап қойған еді. Өзіміздің тұңғыш президентіміз елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев атамыздай ел ағасы болатындай, елін сүйетін, жерін сүйетін, еңбекқор жан болсын деп ырымдап қойған еді. Нұрсұлтан есімі ең көп өңір оңтүстік Қазақстан облысы. Шамамен 10 мыңнан астам Нұрсұлтан тұрады. Екінші орында Алматы облысы 4700-ге жуық. Жамбыл облысы мен Қызылорда облысында көрсеткіш қарайлас, шамамен 7 мың. Солтүстік Қазақстан облысында 500-ге тарта. Ал Астанада елбасын қоспағанда 3 мыңға тарта Нұрсұлтан бар. Досым екеуміздің атымызда Нұрсұлтан. Біз туылғанда ата-анамыз Нұрсұлтан Назарбаев сияқты елімізге еңбек ету үшін ырымдап мақсатпен қойған екен. Кез келген адаммен танысқан кезде Нұрсұлтан деген кезде бірінші сенің еске алатын президент бұл атқа лайықты болып жүргесің, қонаққа барсаң да, үйде отырсаң да, кез келген жерде лайықты болып өмір сүріп жүргесің және адал қызмет атқарып жүргесің. Халқымыз балаға қойылған кей есімнің ауыр болатынын да айтып жатады. Расымен ұлы тұлғалардың атын алып жүру кімге болсын оңай соқпас анық. Тек сол есімді ел мақтанып айтатындай деңгейде еңбек етіп, халқына қызмет жасаса дейміз.